Қазақстанда неше түрлі сот процесі болып жатыр ғой енді. Мына бытовой, Құдай сақтасын енді, неше түрлі бытовой проблемалар сотта қаралып жатыр да. Өлтіріп қойды, туған әйелін өлтірді, күйеуін өлтірді, баласын өлтірді. Иә, білмеймін енді, мынау өте көп байқайсыздар ма Қазақстанда? И сол сотталып жатқандардың бәрі үлкен кісілер емес. Мына сотталып жатқанның көбісі жастар. Қарасаңыздар, ол жастар енді ниеті дұрыс болған шығар, бірақ енді дұрыс тәрбиенің жоқтығы деп ойлаймын енді. Мынау жеңіл желпі қарай салып, үйлену оңай, жасым келді үйлене салдым дегендей. Мынау біздер деген мына той жасамасақ бас ауырады ғой. Мына той жасап, ойбай, ана ұлдың ата-анасы той жасайды, малын сояды, кредит алады, бірдеңесін залогқа қояды, той болады, қыз өзінше, қыз жақтағылар өзінше шығынға батады, ұл жақтағылар конкретный шығынға батады. Алтыны бар, құдалығы бар, киіті бар, биті бар, әйтеуір. Сосын енді не істейді? Енді той болады, бәрі өтеді, кетеді. Ал енді мынау динозавр, кесіртке, ана жерде ауыз арандай тұрған кесірткені көрдіңіздер ме? Сонда енелер қайдан пайда болады? Мынау той біткеннен кейін, сол енді тойды тегін жасаған жоқ қой, кредит алды бәленбай миллионға, сон төлейді. Анау жас келін өзінше, былай мен келем, бәрі күшті болады деген, ондай болмай қалады, бала туады, екіқабат болады. Сосын анау келін өзін өмір бойы сол пока ана үйден қашпайынша, өліп кетпейінше, әйтеуір басқа бөлек шығып кетпейінше, не істейді? Виноватый болып жүреді да енді. Иә, ана күйеуімен дұрыс сөйлесе алмайды, күйеу бірдеңе десе, ана жақта мамасы жетіп келеді дегендей. Сондықтан неге деймін да, осы тойды жасап, әуресі арсан қылып, одан да үй алып бер. Иә, кредитін жапсын өздері, ипотекасын жапсын, мәшіне алып бер. Солай дұрыс қой деймін да. Анау келін өзін виноватый сезінеді, ене өзі андай міндет қып қойған, сен үшін той жасадық, сен деген соны, иә, не жетпей тұрсаған дегенде жұмсайды, келіп тұрып, иә, бір андай сатып алғандайды. Көптеген қазақстандық отбасыларында осындай проблема. Соны на берегу дейді, орыстарда неғып осындай проблема жоқ. Олар келісіп алады алдын ала. На берегу все обсудим. Бізге не тиесілі, сіздерге не? Ондай болмау керек. Анау молдаға баланы беріп бұрындағыдай, сүйегі біздікі, еті сіздікі деп ұртоқпаққа салып, Құдай өзі сақтасын. Ондай заман емес қой. Айналайындар. Мен ойлаймын да, мынау нағыз атана, мынау жан ашитын, мынау жастардың мынау көзі ашық атана, ол тойға, мынау жын-жыбырға асықпайды, үлдемен бүлдеге оратып алып, бүкіл панти дейді орысша, соған асықпайды. Олар дальновидный атана, олар өмір сүріп кете ала ма? Жарайды, тойын жасаймыз. Арғы күні не болады? Той бітеді ғой. Төлеу керек оны. Қайтеміз? Шығыс ала ма? Не істейді? Одан да бұларға кәсіп берейік, кәсіп ашайық. Бұларға ақша бермей, кәсіп ашайық, кәсіп берейік, мәшіне берейік. Тойды кейін жасайды деп